Сәлем баршаларыңызға. Мен бүгін сіздермен күлше нанның жасалу жолымен бөлісемін. Бір жасағаннан өте әдемі, дәмді, жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Ол үшін бірінші 1,5 шай қасық дрожжды 2 қант қосып, жылы су құйып, 5 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Ал енді бастаймыз. Менде осындай 450 грамдық үлкен бакал. Сол 450 грамдық бакалмен жылы сүт және тура сондай бакалмен жылы су құйып аламыз. Сосын осындай ас қасықпен толтырмай тұз саламыз. Сіздер татымына қарай көріңіздер. 1,5 ас қасық шекер саламыз. Үй температурасындағы 150 грамм сары майды саламыз. Осылай бәрін араластырып алып, үстіне осындай көтеріліп тұрған дрожжымызды қосып, ендігі кезекте ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды бірден салмаймыз. Бөліп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Сіздер өздеріңіз ұндарыңызға қарай көресіздер. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі болу керек. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болды. Енді қамырымызды көтерілгенше жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз жақсы болып, әп-әдем болып көтеріліпті. Енді күлшемізді жасауға кірісеміз. Енді осылай ұнымызды сеуіп, үстіне қамырымызды ұзынша қойып, кішкентай 150 грамдай шығатын бөліктерге бөліп аламыз. Менде осындай кішкентай таразы бар. Сол таразыға өлшеп, бәрін бөліп алам. Міне менде осындай күлшелерге арналған бөліктер шықты. Енді осы бөліктерімізді мына газдың табасына қойып,
Міне осылай табаға сыйған 9 бөлікті қойып, үстіне шашықты жауып, 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. Міне енді тынған нанымызды осылай күлшенің бетін әсемдеп жасап аламыз. Міне енді дайын болған күлшелердің бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып, үстіне осындай қып күнжіттің ағы мен қарасын араластырып себеміз. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градуста жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Міне әдемі, жұмсақ күлшелеріміз пісіп шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.